Саламатсыздар ма балалар? Бүгін сіздермен ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу өтетін тақырыбымыз. Біз бұл тақырыпты өттік, сіздер бұны түсіндіңдер деп ойлаймыз. Қазір осы тақырыпқа байланысты есептер шығарайық. Оқулықтан 48-ші беттегі 709-шы есепті көрейік. Теңдеу амалды орындаңдар деп. Бірінші есеп 4,37 бөлінген 1,9 қосу 8,178. Енді балалар, сіздерге мен ондық бөлшекке бөлген кезде бөлінгіште үтірден кейін қанша орын тұрса, бөлгіштен де сонша орынды оңға қарай жылжытып оңайлатып аламыз. Яғни бөлінгіштен кейін бір орын тұр, оңға қарай жылжытсақ, бөлгіштен де бір орын жылжытамыз. Сонда біздің есебіміз 43,7-ні бөлемін 19-ға. Яғни бірден құтылдық. Қосу 8,178. Енді 43,7-ні 19-ға бөлетін болсақ, 43,7 сонда 2-ден береміз. 2-ден берсек 38 шығады. Яғни бүтіннен қайтарғандықтан мына жерге қоямыз. 2-ден кейін. Әрі қарай 13-тен 8-ді алсақ 5 болады. 57-нің ішінде 3-тен береміз. 57 шығады. Яғни 2,10-3-ті қосам 8,178-ге. Енді сіздер ондық бөлшекке бөлуді үйренгенбіз. Біз айтқанбыз бүтіннің астына бүтін жазылады деп. Яғни 8,178. Жетпеген жерге 0 қоямыз. Қоса саламыз. 8, 11 ойда, 10, 11. Яғни қанша шықты? 11,108. Бірінші есебіміз аяқталды. Келесі есепті көрейік. 6,168-ді кешіріңіздер, 6,188-ді бөлеміз 1,10-ға, азайтам 3,199-ді. Тағы да бөлінгіштен бір орын оңға қарай жылжытсақ, өйткені өтірден кейін бір орын тұр. Бөлгіштен де бір орын оңға қарай жылжытамыз. Сонда 68,8-ді бөлеп 16-ге азайтылған 3,199. Жақсы, 68,118-ді 16-ге бөлетін болса, 68 толық 16-ге жетіп тұр. Сондықтан 4-тен берейін. 24 2 ойда 64. 4. Яғни бүтіннен қайтарғаннан кейін үтір, мына түріміз мына жерге келеді екен. Енді келесі 48-ді түсірем. 8 болады, 48-ді 16-ға бөлсек, 48 шығады. 0. Сонда біздің 4,10-нан шықты. Енді балалар, 4,10-нан азайтам 3,199-ді. Бүтіннің артысына бүтінді жазам 199. Жетпеген жерге 0 қоямыз. Яғни 0-ден 9 алынбай, бірні сұрайық, 10-нан 9-ды алсам 1 қалады. Мін жерде 1 кетіп қалды. 2-ден 9 алынбай, 4-тен бірні сұрайық, 12-ден 9-ды алсам 3, мұнаның 1 кетіп қалды. Сонда 0,131 болады. Есеп сіздерге түсінікті шығар деп ойлаймын. Осы есептің қалғанын үйге аласыздар.